Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спонкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеода өздеріңіз естіп жатқандағыдай оқып жатқан боларсыздар. Осы 15 мың теңге коммунальный услугалар кімге төленеді, кімге төленбейді, осы апрель-майға. Соған байланысты осы бүгінгі видеомыздың тақырыбы сол болады. Ең алдымен осы тақырыпқа өтпестен бұрын менің YouTube каналыма және Instagramыма тіркеле салыңыздар. Бүкіл болып жатқан заңнамада өзгерістер жағдайлардың барлығын осы YouTube каналыма, Instagramыма шығарып отыратын боламын. Ең алдымен осы 15 мың теңгеге алу үшін заявка жіберу керек болады. Ол заявкаға байланысты осының аптаның аяғында немесе келесі аптада бізде не шығады, сайт шығарылатын болады. Сонымен қатар қазіргі кезде көп интернет ресурстарда оқып, негізі анализ жасап жүрген болатынбыз. Сол анализдарға байланысты осы мемлекеттің, яғни сіздердің өзіңіздің тұрып жатқан регионыңыздағы әкімшілік, яғни акиматтың колл-центрларына звондап, осы заявканы жіберуге болады дегенде ақпараттар бар. Ол заявкаларды, мысалы сіз мемлекеттің, акиматтың колл-центріне звондап, өзіңіздің иініңізді, яғни жеке куәліктегі иініңізді, сонымен қатар өзіңіздің социальный статусыңызды, сонымен қатар осы өзіңіздің лицевой счетыңызды. Лицевой счеттің не екенін көбісі қазір сұрауы мүмкін, бірақ өздеріңіздер оны білесіздер. Коммуналка төлеген жағдайда сіздің лицевой счеттарыңызды любой банкқа барып, Казпочта отделенияларына төлеген кезде лицевой счеттарыңызды сұрайды сізден. Сол лицевой счетты негізі осы заявка берген жағдайда да сіз айтатын боласыздар. Бұл ақшаны сізге ешкім қолма-қол бермейді, сіздің счеттарыңызға, оны расчетный счеттарыңызға ақша лақтырылмайды. Олар сіздің осы лицевой счеттарыңызға байланысты сразу төленеді. Кімге осы 15 мың теңге тағайындалған адамдарға. Олар сіздерге 15 мың теңге төлейді, бірақ сіздің коммунальный услугаларыңыз 20 мың, 25 мың болған жағдайда мемлекет сізге осы 15 мың ғана төлеп береді, ал қалған осы 5-10 мың теңге қалып қалған жағдайда оны өздеріңіздер төлейсіздер. Ары қарай осы коммунальный услугалар кімге беріледі? Бұл осы мүгедектігі бар адамдар, яғни бірінші, екінші топтағы, сонымен қатар осы мүгедектерді тәрбиелеп отырған отбасыларға, сонымен қатар осы көп балалы отбасыларға беріледі. Сонымен қатар осы Ұлы Отан соғысына байланысты инвалид болып қалған адамдарға, немесе Ұлы Отан соғысына қатысқан және оларға солардың қатарына кіретін азаматтарға осы 15 мың теңге беріледі. Сонымен қатар осы АСП алатын адамдарға және көп балалы отбасыларға, сонымен қатар осы өзінің мемлекеттік міндеттерін орындап жүріп, осы қайтыс болған адамдардың отбасыларына осы коммунальный услугалар 15 мың теңге 2 айға, яғни апрель-майға төленеді. Осы 15 мың теңге коммунальный услугалардың барлығына жауапты ол біздің осы индустрия министрі Атамқұлов мырза болып табылады. Негізі осы біздің видеомыз осымен аяқталып қалды, бірақ мен сіздерге айтып кететінім, осы алдыда бізде сайт шыққан жағдайда, немесе официальный утвержденный информация ақпарат болған жағдайда, мен осы тағыдай видео салам, именно заявканы осы сайттар арқылы қалай осы 15 мың теңгені алуға заявканы жіберу керек екендігін барлығын сол видеода мен инструкцияның барлығын салатын болам. Сондықтан осы видеоның мен YouTube каналымды, Instagramдарымды қарап жүріңіздер. Осы жақын арада информацияның барлығын салатын болам. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.